Махаббат ертегісі 32-33 бөлімдері. Бұндағы эпизод өте қызықты. Махярды тастап Сәлімге келген Жанпиза қатты өкінді. Ал Сыланы үйіне әкелген Сыла енді мұңайып, енді не істерін білмей отырған кезде Сыланың әпкесі келеді. Сыла сен қайдасың дейді. Келеді, бетінен шапалақпен тартып жіберді. Сен нағыз тәрбиесіз оңбаған қызсың. Сенің кесірінен ағам өлді, білесің бе дейді. Әкең сенің кесірінен өлді. Ол өлер шағында сенің жүктілігің Кемалдан емес, Илмаз әулиеден емес, басқа біреуден екенін айтты дейді. Осылай қайғырып жылаған Септа ашуын баса алмай Сыланы сөзбен неше түрлі балағаттап, тіпті Сылаға сен сонша тәрбиесізсің, сен неге сонша қылдың, неге өтірік айтасың, кәне балаңның әкесі кім деп айқайлайды. Сол кезде баланың әкесі Лондондағы ұстазым дейді. Одан сайын жын Септа, мен сені әкеңе айтып беремін, атаң айтамын, отқылық деп қорқытады. Сол кезде абайсызда құлап кеткен Сыла ішім деп айқайлайды. Өйткені осыдан кейін жүктілігі түсу керек. Септа не істедім мен, не істеп қойдым деп өзін жазғырып жатыр. Сәлім психопат болса, қайдағы бір маникюрден Махирдің түр тұлғасын жасап, оның бетті маскасын кесіп қойыпты. Махир, кәне, міне көрдің бе, Махир, енді Жанпиза менің әйелім болады. Махир, көрдің бе деп жатқан маникюрді бір тепті. Жанпиза аузы ашылып аң-таң. Сен нағыз аурусың Сәлім дейді. Одан сайын құтырған Сәлім, енді көр, сенің қалыңдығың менде. Жақында ол менің тегіме өтеді деп мысқылдап, өз-өзімен рақаттанып, жоспарының орындалғанына мәз болып кетті. Ал Жанпиза болса, сен нағыз психопатсың. Сенің есің дұрыс емес, сен емделуің керек дейді. Ал оны тыңдап отқан Сәлім жоқ. Жанпизаның әжесі, әкесі барлығы Сәлімнің үйінде тұрып жатыр. Анасы Куршатқа, менің сендей ұлым жоқ, енді мен сені көрмеймін, сенің бар екеніңді білмеймін дейді. Ал Куршат болса, анашым, сен мені бір рет тыңдашы, бұның барлығы жалған. Жанпизаны мен еш уақытта ол ақымаққа бермеймін. Менің бір ісім бар, сол ісімді бұл бітіріп береді. Содан кейін Жанпиза оның әйелдей болмайды. Тіпті мен Жанпизаны ол аурудан қорғаймын деп анасын сендірді. Ал мұнда Перманың жаны шығып жүр. Енді Махир өле ме? Махир өлсе, мені жәбір тірі қоймайды. Енді не істеймін әке деп жан-жағынан алып жатыр. Ал анасы болса, бәрінің бір рет болар, тыныштал. Осылай анасы жұбатып қояды. Айдалада қалған Жанпизаның досы Сара мен оның көмекшісі Мабеш ханым екеуі Саликтің үйіне барды. Саликтің үйі өте шашылып, барлығы шашылып жатыр. Ұялған Салик, қазір күте тұр, мен барлығын тазалаймын, жинаймын. Бойдақ болғаннан кейін осындай болып жатыр деп ақталып жатыр. Мабеш болса, ештеңе етпейді қарағым. Ер адам болғаннан кейін сондай болады. Ешқандай да болған жоқ, бары жақсы дейді. Ал мұнда Сәлім Махирге келді. Мари, піст, қара, енді сенің қалыңдығың менің әйелім болады. Жақында күт, менің тосиым сыйым бар. Мен саған тосын жіберем, күте тұр деп мәз болып тұр. Ауруханадан көрген Сәлімді Борис, яғни Рашид комиссар шақырып алып оңашада, сен бұнда келе берме, неге қайта-қайта келе бересің дейді. Осы кезде Борис, мен сені тыңдамаймын, мен өз жоспарыммен жүремін дейді. Ал Жанпизаға келіп, дайындал, жақында біздің үлкен тойымыз болады. Міне шақыру қағазы. Махирге де шақыру қағазын жіберуді ұмытпаймыз дейді. Осылай Жанпиза шошып кетеді. Сен не істедің? Мен саған үйленбеймін. Жетер, болды. Сенің тұтқыныңда отырмын. Мен саған бәрібір де үйленбеймін дейді. Ал Сәлім болса, өзінің жоспарын айтып жатыр. Ашуланған кемпір шақыру қағазды алып, өзінің ұлына Куршатқа береді. Мынау не? Қашанғы бұлай бұлақ, сен ойын деп айтқаның қана, қашан қызыңды құтқарасың? Бұл мәселені тезірек шеш, біз бұл үйден кетуіміз керек дейді. Ал осы кезде Махир келіп жатыр.
Жанпиза үшін оның барлығын бақылап тұрған Сәлім қандай сөз айту керектігін барлығын Жанпизаға айтып жатыр. Осыдан айтпайды екенсің, мен сенің әжеңнің бір отбасыңды құртам дейді. Махир өзінің біліктілігімен есік алдындағы барлық күзетшіні қару сансырып осылай ішке кіреді. Бірақ ішке кіргенімен ешқандай пайда жоқ. Жанпиза оны ашулы түрмен күтіп алып, сен неге келдің? Мен саған айттым ғой күйеуге шықпаймын деп. Не үшін жүрсің? Енді әрі келу жолма. Мен сені сүймеймін дейді. Өйткені мен Куршаттың қызымын дейді. Махир сенбейді. Жоқ, маған шыныңды айт. Мені көзіме қарап айт. Мен саған сенбеймін. Сені Сәлім қорқытып тұр ма дейді. Жоқ, мен ешкімнен қорықпаймын. Енді кет бұл жерден. Мен сені еш уақытта сүйген емеспін. Жай ойын ретінде Куршаттың қызы болғаннан кейін дейді. Осы кезде камерадан барлығын Сәлім көріп мәз болып тұр. Өйткені оның жоспары осыған Махирдан жеңдім дейді. Ал мұнда кемпірді осылай қорқытып тұр. Жанпизаны Махирді кетіру үшін. Жалғасы бар. Келесі киноны ертең салатын боламын.